Жауап жоқ. Кредит төлеу керек. Бағана кредитке жұмыстан справка беріп деді ма, там жалақы? Жұмыстан справка бергенде банк деген бар ғой. Банк деген біз сізге дым істей алмай, сен физическое лицосың дейді. Ал сен мекемеңде 10 жыл айлық бермейді, сен біз 10 жыл замор өтеді, күтпейміз ғой дейді. Сен бізден физическое лицо $5000 кредит алдың, оны автоматически қайтару керексің. Болды, басқа шаруа жоқ. Біз енді осы күтеміз. Осы уақытта айлықты қашан төлейді. Жұмысқа шығасыңдар ма? Жұмысқа шықпаймыз, осы жерде боламыз. Сен білесіңіздер. Міне енді договорға отырып жатыр, ертең гірпі жасап бастайды. Бәрін де төлейміз деп қазір міне уәде беріп тұр. Бәрін де төлейміз. Төлемейміз деп тұрған ешкім отказ беріп тұрған жоқ. 8 жыл төлеген жоқ аға болсын. 8 жылдан бері төлеген жоқ. 8 жыл өтті ғой енді оның бәрі. Енді 3 айда өтеді ол. Енді жұмыс жасамасақ бәрі де төленбейді. Осы халықтың қазір бәрі осы айлықты берсін, шығамыз ғой жұмысқа. Бәрі де болады деп тұр. Еңбек істесек болады. Анаудан бері сендер талаптарыңыз анау жаңағы соның бәрін орындап отыр ғой. Тағы да орындаймыз деп тұр. Бәрін де орындаймыз. Орындаған жоқ. Орындалды мына қарауылдарыңызды ауыстырды. Анау жаңағы каткімен жұмыс жасап жатыр. Долықтарын каткінің төледі. Ары қарай енді бәрін де төлейді. Түгел төлейді бәрі. Ертең ағында ақша берілмейді, оны ертең кредит төлейміз ғой. Басқа не істейміз енді? Келесі айға не жақ төлейміз? Еңбек ету керек қой. Мекемеге дақыл. Енді қалай еңбек етеміз аға? Еңбек етіп жатырмыз ғой. Барлығын да төлейді. Еңбек етеді ғой, осы адамдардың бәрі етеді. Айлықты түгел берсе. Мына тұрғандықтан еш пайда жоқ. Мен сіздерге как осы азамат ретінде айтып тұрмын. Так. Оклад Кадмию нефтяников до конца года шешіп береміз. Мына октябрьдан бастап. Береміз оны да. Береміз жылда аяғына дейін. Так. Оклад Кадмию нефтяников. Курортное лечение. На сейші көп қалдырайық деп жатырмыз. Көбіңіз же барып келдіңіз, енді пока жағдайға байланысты. Жаңа жылдан кейін көшіруге баса мынау енді көшіреміз деп келісіп жатыр наблюдатель. Ну пока солай. Жаңа жылдан кейін. Жаңа жылдан кейін. Да. Оклад беспримерный. За сентябрь, за август.